Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта геометриялық прогрессияның енші мүшесінің формуласын өткенбіз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарамыз. Бізге геометриялық прогрессияның енші мүшесі берілсін. Vn тең -1-дің n-1 дәрежесі бөлімінде 3-дің n дәрежесі. Осы енші мүшесінің формуласын қолдана отырып, геометриялық прогрессияның еселігін, бірінші мүшесін, 11-ші мүшесін және Vn плюс 3 мүшесінің формуласын табуымыз қажет. Алдымен V1 мүшесін тауып көрейік. N-нің орнына 1-ді қоямыз. Сонда бізде V1-ші мүшеміз -1-дің 1-ден азайтамыз 1-ді, 3-дің 1 дәрежесі. Ал -1-дің дәрежесінен 1-ден 1-ді азайтсақ 0, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Олай болса алымы 1 болады. Бөлімі 3-ден 1-ге тең. Енді біз V11-ші мүшесін табайық, яғни n-нің орнына 11-ді қоямыз. Сонда V11-ші мүшесі тең болады. Енді -1-дің 11-ден 1-ді азайтсақ дәрежесі 10-ға тең. Ал бөлімінде 3-дің 11 дәрежесі қалады. Тең болады. Алымында -1-дің 10 дәрежесі плюс 1-ге тең. Сонда тек қалады бізде 3-дің 11 дәрежесінен 1 ғана. Енді берілген формуладан n плюс 3 болғандағы мән тауып көрейік. Олай болса, n-нің орнына n плюс 3-пен алмастырамыз. Сонда бізде -1-дің n плюс 3 дәрежесі бөлінген 3-дің n плюс 3 дәрежесі бар. Және бұл жерде n-нің орнына -1-ді қойғандықтан алынған бір мәні бар. Сонда бізде Vn плюс 3-дің мәні тең болады. -1-дің n плюс 2 дәрежесі бөлімінде 3-дің n плюс 3 дәрежесі күйінде. Немесе бұны оқшамдап шығаруға да болады. Бөлімінде 3-дің n дәрежесі көбейтілген 3-дің 3 дәрежесі, яғни 27 көбейтілген 3-дің n дәрежесі. Алымында -1-дің n дәрежесі көбейтілген -1-дің квадраты. Сонда алымында тек -1-дің квадраты деп n дәрежесі деп қалдырсақ та болады. Енді бізге берілген формуладан q-дің мәнін табу қажет. Ол үшін n-нің орнына 2-ні қояйық. Олай болса, екінші мүшесінің формуласын табамыз. Сонда бізде -1-дің 2 алу 1 дәрежесі бөлімінде 3-дің квадраты. Сонда алымында 1 қалады, минус бөлімінде 9-дан алымында 1. Екінші мүшесінің мәні -9-дан 1 деген сөз. Енді бізге q-дің мәнін табу үшін еселіктің мәні V екінші мүшесін бірінші мүшесіне бөлгенге тең. Екінші мүшесі бізде -9-дан 1-ге тең. Осыны бөлеміз, V1-дің мәні 3-ден 1-ге тең. -9-дан 1-ді 3-ден 1-ге бөлетін болсақ, мәні -3-ден 1-ге тең. Яғни берілген есепте q-дің мәні, яғни берілген геометриялық прогрессияның еселігі -3-ден 1-ге тең. Бірінші мүшесі 3-ден 1-ге тең. n 11-ші мүшесі 3-дің 11 дәрежесінен 1 және n плюс 3 дәрежесі бөлімінде 27 көбейтілген 3-дің n дәрежесі болса, алымында -1-дің n дәрежесіне тең. Келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырмада бізде q-дің мәні 2-ден 1-ге тең. Яғни берілген геометриялық прогрессияның еселігі 2-ден 1 деген сөз. Және V1-ші мүшесінің мәні 128-ге тең. Ал Vn-ші мүшесінің мәні 1-ге тең. Табу керек, Vn қаншасыншы мүшесі екенін анықтау керек. Алдымен бізге Vn мүшесінің формуласын жазайық. Ол бізде V1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесіне тең. Олай болса, V1-дің орнына 128-ді қоямыз, q-дің орнына 2-ден 1-ді қоямыз, n-1 дәрежесі қалады, теңестіреміз Vn-нің мәнін 1-ге. Сонда 128 көбейтілген 2-ден 1-дің n-1 дәрежесі тең болады 1-ге. Енді 128-ді теңдіктің оң жағына 1-ге бөлеміз. Сонда 2-ден 1-дің n-1 дәрежесі тең болады 128-ден 1-ге.
Ал 128-ден 1 дегеніміз 2-ден 1-дің 7 дәрежесіне тең. 2-ден 1-дің 7 дәрежесіне тең. Енді бұл жерде негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін теңестіре аламыз. Сонда n-1 тең болады 7-ге, сонда n-нің мәні тең 8-ге. Олай болса, берілген n-ші мүшеміз бізде 8-ші мүшесі болып табылады. Келесі енді мынандай геометриялық прогрессияға берілген жүйені қарастырайық. Бірінші мүшесі мен төртінші мүшесінің қосындысы 27-ге тең. Ал екінші мен үшінші мүшесінің көбейтіндісі 72-ге тең. Табу керек геометриялық прогрессияның q еселігін. Олай болса, берілген төртінші мүшесі, екінші және үшінші мүшесін n-ші мүшесін формуласымен алмастырамыз. n-нің мәні бізде a1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесіне тең. Олай болса, бірінші кезек біз a4 жазамыз. a1 қосылған a1 көбейтілген q-дің n-ші мүшесі 4 болғандықтан дәрежесі 3 болады. Тең болады 27-ге. Ал екінші теңдеуімізде a2 дегеніміз ол бізде a1 көбейтілген q, яғни дәрежесі 2-ден 1-ді азайтсақ 1 қалады. Көбейтілген a3-тікін жазамыз. a1 көбейтілген q-дің квадраты. Тең болады 72-ге. Енді бірінші теңдеуден біз a1-ды ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығара аламыз. Сонда бізде бірінші теңдеуімізде қалады a1 1 қосылған q-дің 3 дәрежесі тең болады 27-ге. Ал екінші теңдеуде a1-ды a1-ға көбейтсек, a1-дің квадраты q-дің дәрежесі болады бізде 3. Тең болады 72-ге. Енді бірінші теңдеуден a1-ды табатын болсақ, a1-дің мәні тең болады 27 бөлінген 1 қосылған q-дің 3 дәрежесіне. Енді екінші теңдеудегі a1-дің орнына апарып қоямыз. Сонда 27 1 қосылған q-дің 3 дәрежесінің квадраты көбейтілген q-дің 3 дәрежесі тең болады 72-ге. Енді осы жерден біз 27-ның квадратын теңдіктің арғы бөлігіне шығарайық. Ал 1 қосылған q-дің кубының квадраты дегеніміз ол бізде қалады q-дің 3 дәрежесі бөлімінде 1 қосылған q-дің 3 дәрежесінің квадраты. Тең болады 72 бөлінген 27-ның квадраты дегеніміз 27-ні 27-ге көбейт деген сөз. Енді бұл теңдеуді шығару үшін алдымен q-дің 3 дәрежесін т-ға теңестіріп алайық. Және бұл жердегі 27 мен 72 саны екеуі де 9-ға қысқарады. Сонда алымында 8, бөлімінде 3 қалады. Айнымал енгізген кезде жаңа теңдеуіміз бізде болады. Алымында т, бөлімінде 1 қосылған т-ның квадраты. Тең болады, бөлімінде 27-ге көбейтсек 81, алымында 8. Енді осы жерден пропорцияның қасиетін қолданып квадрат теңдеу аламыз. Сонда бізде 8-ді 1 қосылған т-ның квадратына көбейтеміз, теңестіреміз 81 т-ға. Жақшаны бірден қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып 8-ге көбейтетін болсақ, бізде 8 қосылған 16 т қосылған 8 т-ның квадраты минус 81 т тең болады 0-ге. Енді теңдеуімізді ықшамдап жазатын болсақ, 8 квадрат, 16 т-дан 81 т-ны алатын болсақ, минус 65 т қосылған 8 тең болады 0-ге. Осыдан дискриминант табатын болсақ, дискриминанттың мәні 65-дің квадратынан азайтамыз, 4-ті көбейтеміз 8 бен 8-ге. Мәні тең болады 3969-ға. Ол бізде 63 санының квадратына тең. Енді олай болса, т1 мен т2-ның мәнін тауып көрейік. т1-дің мәні, яғни v-ның мәнінен дискриминант азайтып, 16-ға бөлсек 8-ден 1-ге тең. Ал екінші мәні
8-ге тең. Енді Т1-дің, яғни Q-дің кубын тауымыз керек. Яғни Т-ның орнына алдымен 8-ден 1-ді және 8-ді қойсақ, Q-дің мәні, бірінші мәні 8-ден 1. Ол қандай санның 3 дәрежесі екен оңай көруге болады. Ол бізде 2-ден 1. Ал екінші Q-дің мәні тең болады 8, ол 2 санның кубы болғандықтан Q-дің екінші мәні 2-ге тең. Олай болса, берілген есептің шартында Q-дің 2 мәні де 2-ден 1 де 2 де берілген теңдеуді қанағаттандырады екен. Біз сіздермен қарастырдық геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессияның енші мүшесінің формуласын табуда. Келесі кездескенше сау болыңдар.